Сәлем оқушылар, бізде үшінші тараудың бірінші есебі. Егер кемеден берілген дыбыс 3,6 секундта мұхит түбіне жетсе, мұхиттың тереңдігін тап дейді. Бұл есепті шығару үшін бізге дыбыстың суда таралу жылдамдығы керек. Ол бізде секундына 1500 метрді құрайды. Бұл тұрақты шама 1500 метр секунд, дыбыстың суда таралу жылдамдығы. Жаттап алыңыздар. Енді бізге мына нәрсе берілген. Дыбыс 3,6 секундта кемеден мұхитқа дейін, мұхит түбіне дейін жетті. Мысалға мына су болса, мына үстінде былай кеме кетіп баратса, ал мынау мұхит түбі деп елестетейік. Былай дыбыс жіберіледі. Сөйтіп ол 3,6 секундта жетіпті мұхиттың түбіне дейін. 3,6 секундта жетсе, мына 1500 метр секундты көбейте саламыз 3,6-ға. Сол кезде бізде шығады 5400 метр. Яғни мұхиттың тереңдігі 5400 метрге тең. Дұрыс жауабы В. Бірақта бұндай ситуацияда осындай есеп келген кезде ескеру керек тағы бір нәрсе бар. Ол не нәрсе? Бізге ылғи мынау кемеден берілген дыбыс мұхит түбіне жеткен уақыты бірден беріле бермейді. Кейбір есептерде кішкене басқаша беріледі. Кемеден жіберілген дыбыс, мысалға 5 секундтың ішінде жаңғырық түрінде қайтадан кемеге келді деуі мүмкін. Ол кезде сіздер былай түсінулеріңіз керек. Мына дыбыс жіберілді, оның мұхит түбіне жетіп, қайтадан кемеге обратно келуіне, жалпы барып келуіне 5 секунд кеткен. Ал бұндай кезде 5 секунд барып келуіне кетсе, тек қана жетуіне, мұхит түбіне жетуіне 5 секундтың жартысы, яғни 2,5 секунд кеткен. Осы 2,5-ті ғана 1500-ге көбейтесіздер. Сол үшін мына есептің берілгенін мұқият оқу өте маңызды. Қайсы уақытты берген сізге? Бірден мұхит түбіне жеткен уақытты берген ба, немесе мұхит түбіне жетіп, жаңғырық түрінде қайтадан келген уақытын берген ба? Осы екеуі бойынша есепті шығара бересіздер. Біздің ситуациямызда дұрыс жауабы В болады.